Қашаннан бері қазақ өзінің қызын ақ дидарын жауып, бетін бүркемелеп, паранжемен қызын өсіріп еді. Қазақтың қызы көсем болып елді де басқады, батыр болып қолды да бастады. Қазақ қызы ат үстінде өсіп, еркелеп, бұрымының ұшына шолпысын тағып, үкілі бөркін, үкілі топсын кигізіп, зерлі камзолын кигізіп, осы қырдағы қызғалдақтай құлпыртып өсірген жоқ па еді. Біздің ұлттық тәрбиеміз, ұлттық мәдениетіміз, ұлттық салт дәстүріміздің осы керемет ғасырлар бойы қалыптасып келген құндылықтардың барлығын жаңағы ысырып күлге тастағандай тастап, біз жат ағымдардың жетегінде кетіп бара жатыр көптеген жастарымыз. Ол жат ағымдар қандай? Ол жат ағымдар ашық айту керек, кәдімгі салафизм, бүгінгі бахавизм дейді, енді екеуінің тамыры бір. Осы секілді әртүрлі жат ағымдар көп бізде діни. Тіпті осының барлығы түптеп келген кезде біздің дәстүрлі салт дәстүрімізге, дәстүрлі өзіміздің төл мәдениетімізге үлкен қауіп болып тұр. Біз егер ұлымыз рухты болсын дейтін болсақ, қызымыз инабатты болсын дейтін болсақ, осындай жат ағымдардың жетегіне еріп кетпеуіне бүкіл күш қуатымызды салуымыз керек. Және де олардың жат ағымдардың қалай болса солай тайраңдап, әй дейтін әже жоқ, қой дейтін қожа жоқ, еркін ойнақ салуына жол бермеуіміз керек.